Жаңа жылдың алдында жаңа өмір бастағым келеді. Жаңа жылда өзімді ерекше бір жаңалықтарға толтырғым келеді. Көптен бері ойлап жүрген арман мақсаттарымды орындағым келеді. Соларды орындау үшін не істесем болады? Қалай мен әрдайым ойымда жүрген нәрселерді, армандаған заттарымды жаңа жылда қол жеткізе аламын? Жаңа жылда жаңадан бір өзіңіз жасап көрмеген, мүмкін жасап көрсеңіз де дұрыс жасамай жатқан бір дүние бар шығар. Соны жасап көру арқылы сіздің бұрыннан армандап жүрген, қол жеткізбей жатқан дүниеңізге қол жеткізуге мүмкіндіктер туатындығы әбден мүмкін. Сіздермен бірге Аружан Балтабайқызы. Бүгін біз жаңа жылдағы жаңа өмір, жаңа арман мақсаттарға жетудің бір жолы, карта визуализация, армандар картасын қалай жасау керек екендігін, оны қалай ыңғайлы, әдемі, неге үйдің интерьеріне қойған кезде және қараған кезде өзіңе ұнайтындай етіп жасау үшін қалай жасау керек екендігін бірге үйренетін боламыз. Ең бірінші, армандар картасы немесе карта визуализация дегеніміз не? Бұл біз өзімізге ұнайтын, армандаған, мақсаттаған заттарымыздың суреттерін картаға шығарып қою. Осы арқылы біздің миымызға, яғни күнде сол дүниені қарай бергеннен кейін миымызға ол қона бастайды. Яғни бізде бәрі мындай жақсы сөз жарым ырыс дегені сияқты, жақсы көңіл күйді көтеруге, жақсы ойлардың қалыптасуына сондай армандар картасындағы суреттер өте жақсы көмектеседі. Армандар картасын мүмкін сіз жасап көрген шығарсыз. Бұл жолы басқаша қазіргі таңдағы жаңа технологияларды қолдану арқылы, қосымшаларды қолдану арқылы жасап көретін болсаңыз, бұл армандардың орындалуына өзінің көмегін тигізеді. Бұл жайында мен ағылшындық блогердің несін қараған болатын, видеосын, соның видеосынан шабыттана отырып осы видеоны түсіріп жатырмын. Ол жерде армандар картасын қалай жасау керек екендігін, армандар картасы деген не, барлығы ағылшын тілінде айтылған болатын. Бүгін мен соны қазақша түрде сіздерге түсіндіріп бермекшімін. Армандар картасын жасаудың бір жолы ол Canva қосымшасын қолдану. Canva қосымшасынан өзімізге ұнайтын суреттерді ретритмен қойып алғаннан кейін оны шығарып алып көзге көрінетін жерге немесе бөлмеге іліп қоюға болады. Сол арқылы біздің ойымызға сол суреттердегі біз сезіне отырып, армандар картасын жасаған кезде бүкіл жан-тәнмен сол дәл қазіргі сәтте орындалғандай сезіне отырып, соны сезініп, кейін көзге көрінетін жерге іліп қою керек. Canva қосымшасы өте ыңғайлы, кейбір ақылы суреттері бар және тегін суреттері де бар. Мұнда поискқа карта желаний деп жазып алсақ та болады. Осыған қарап өзімізге ұнайтын карта желанияны жасауға болады. Мысалға, мына жерге өзіміздің суреттерімізді өзгертіп қоюға, өзімізге қалайтын суреттерді іліп жазып қоюымызға болады. Мынау сияқты немесе мысалға өзің армандаған заттарды. Ал енді vision board өте әдемі, бір жанға жайлы, үйге де әдемі көрініп тұратындай vision board, яғни карта желания. Мынау бар. Мұнысына алып, өзімізге ұнайтын бір карта желанияны суретіне алып өзгертуге болады. Осындағы кейбір суреттерді өзгерту, яғни басқа суреттермен, мысалға өзіміздің мына жерге суретті қоюға болады, немесе сізге басқа сурет қалайтын болсаңыз, Pinterest'тен қарап көруге болады. Pinterest'те карта желаний деп жазып, немесе өзіміз қандай арман қалаймыз. Мысалға, мен үй алуды қалаймын. Үйдің түрі қандай болғанын қалаймын. Ол жарық болғанын, кең болғанын, терезесі қандай болғанын, және де қай мемлекетке саяхаттағыңыз келеді. Мысалға, Америкаға саяхаттағыңыз келсе, Американың қай жерін көргіңіз келеді, қандай қонақ үйіңізде болғыңыз келеді, Pinterest'те көрініп тұр. Стамбулдың осы жерінде фотоға түскім келеді деген сияқты суреттердің барлығын жинап, өзімізге ұнайтын суреттерді, бірақ сол суреттердің барлығын сезіне отырып, жан-тәнімізбен сезініп, карта желанияға енгізуге болады. Кейін ол карта желанияны осылай шығарып алуға, немесе мына карта желанияның түрін телефонға арналған түрінде жасауға болады. Осылай бәрін суреттерді дайындап болғаннан кейін телефонның абасына да қойып қоюға болады. Сол кезде әрдайым көзге көрініп тұрады. Көзге көрініп тұрғаннан кейін ол мотивация береді.
кейін ойлардың, жақсы ойлардың қалыптасуына көмектеседі. Бірақтан бір ескерте кететін жай, мысалға қазір сіз студент болып отырып бір яхта алуды қолыңыздан келеді, бірақтан ойға сыймайтын заттарды да жасамау керек. Студент адам 60 мың стипендиясымен яхта алу, енді ол миллиондан біріне қолдан келеді. Сол себепті де осы жылға қолыңыздан келетін, мысалға мен осы жылы Алматыға баруыма болады деген сияқты, немесе мен осы жылы бұрыннан қалап жүрген спорт түріне жазылып көру, яғни боксқа жазылып көру, боксты бір өмір салтыма енгізу деген сияқты, немесе жаңа адамдармен танысып көру, жаңа ортамен танысу, және де болмаса бір жаңа ресторанға барып көру деген қарапайым нәрселерден бастап отырып, сол қарапайым нәрселерді арманымызға жеткізе отырып, бізде үлкен армандар, үлкен мақсаттар қалыптасады. Қазір менде егер де студент болып стипендия 60 мың болса, армандауына, одан көп ақша табуына, одан көп табыс табуын армандауға болады. Немесе осы жылы диплом алайын деп жатса, қызыл дипломға бітіремін деген сияқты, оқушы болатын болса, андай оқу орнына түсемін деген сияқты армандарын көз алдына елестетіп, оны сезінетін болса, міндетті түрде Алланың қалауымен жақсы ойларының арқасында ол армандарға жетеді. Canva қосымшасында әртүрлі суреттерді қоюға болады, өзіміздің суреттерді, өзге суреттерді, немесе жай ғана осындағы дайын суреттердің өзінде алып, көзге көрінетін жерге шығарып қоюға болады. Мүмкін біреу осы жылы қандай да бір салмақ тастағысы келеді, немесе қандай да бір кітапты оқып көргісі келеді. Мысалға 20 кітап оқып көргісі келетін адам бар осы жылы. Сол 20 кітаптың суретін осында қойып қоюына, армандар картасына қойып қоюына болады. Сол арқылы армандарының орындалуына жақындай береді. Мұнда әртүрлі сөздерді қосуға болады. Армандар картасына тек қана сурет емес. Мысалға мұнда ұнайтын сөздер, біреуге қазақша сөздер болсын, орысша сөздер болсын, оның барлығын кейін жинап, осылайна әдемі рамкаға салып шығарып қоюға болады. Армандар картасының әртүрлі бар. Ең бастысы сезіну керек, сол армандарды жасап жатқан кезде сену керек, және де әрекет ету керек. Сол суреттерді көру арқылы әрекеттерге деген күш қуат пайда болады. Бір нәрсені жасағың келмей қалған кезде, немесе желание кетіп қалады ғой, мысалға. Мен сабақ оқығым келмейді деген кезде армандар картасын қарау арқылы, мында қарайтын болсақ, жай ғана өзінің сабақтан 100 алған, мысалға мен медицинада оқитын студент осы 2-ші курсында, осы 3-ші курсында бір анатомияны 5-ке жабуды армандайды. Соны да армандар картасына енгізіп қойса болады. Сол арқылы өзінің арман мақсаттарына жетеді. Журналдардан немесе бір барлығынан қиып жүрмей, осындай қазіргі таңдағы қосымшаларды, яғни Pinterest және Canva-ны қолдану арқылы әдемі, сәнді армандар картасын жасай аламыз. Сіздермен бірге болған Аружан Балтабайқызы, армандаңыздар, армандарыңыз міндетті түрде орындалады. Жай ғана соған өзіңізге сену керек, армандарыңызға сену керек, бір Алланың құдіретіне сену керек. Ауырмаңыздар, сау болыңыздар. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Бай-бай.